Баршаңызға сәлем достар, мен бүгінгі видеода сіздерге модальды етістіктер туралы түсіндіремін. Ағылшын тілінде модальды етістіктерге can, could, must, will, would, shall, should, have to, ought to деген сөздер жатады. Модальды етістіктердің басты ерекшелігі модальды етістіктерге s жалғауы жалғанбайды. Яғни барлық жақта, яғни he, she, it дегенде де s жалғауын біз модальды етістіктерге жалғамаймыз. Мысалы, he can play, ол ойнай алады. Келесі, can модальды етістігі бірінші жағдайда қабілет туралы айтқанда қолданылады. Жалпы can модальды етістігі істей алу, істей аламын, менің қолымнан келеді деген сияқты мағыналарды білдіреді. Ал енді мысалға назар аударатын болсақ, I can play the piano. Мен пианинода ойнай аламын деп аударылады. Ал екінші жағдайда біз can модальды етістігін біреуден рұқсат сұраған жағдайда қолданамыз. Мысалы, can I use your pen? Мен сенің қаламыңды қолдансам болады ма? Деп рұқсат сұрап тұр. Мына жерден көріп тұрғанымыздай, can модальды етістігі осы шақта қолданылады, ал could модальды етістігі өткен шақта қолданылады. Бірақ екеуі де бір мағынаны білдіреді. Ал енді мына тапсырмаға назар аударайық. Бірінші сөйлемде can немесе can't екеуінің біреуін таңдау керек. Ол үшін сөйлемнің мағынасын түсініп алуымыз керек. I use your pencil, please. Can I use your pencil, please деп айтамыз. Мен сенің қаламыңды қолдансам болады ма деп аударылады. Екінші сөйлемге назар аударамыз. Бұл жерден де can немесе can'тты қолдануымыз керек. Екеуінің біреуін таңдауымыз керек. Ол үшін сөйлемнің мағынасын түсініп алайық. You borrow my book. I need it. Бұл жерден біз can't модальды етістігін таңдаймыз. Яғни болымсыз мағына болып тұр. Өйткені келесі сөйлемге назар аударатын болсақ, I need it. Ол маған керек деп аударылып тұр. You can't borrow my book. Сен менің кітабымды ала алмайсың. Ол маған керек деп аударылады. Үшінші сөйлемде Maria sings well. She's got a beautiful voice. Maria can sing well. She has got a beautiful voice. Яғни Мария өлеңді жақсы айтады. Ода жақсы әдемі дауыс бар деп аударылады. Төртінші сөйлемге назар аударамыз. Бұл жерден I have a glass of water. Could I have a glass of water? Яғни could'ты таңдаймыз. Бесінші сөйлемде Dan couldn't write at the age of 1. Dan бір жасында жаза алмайтын еді. Яғни өткен шақ болғандықтан couldn'тты таңдаймыз. Яғни болымсыз мағына болып тұрғандықтан couldn'тты таңдаймыз. Алтыншы сөйлемге назар аударатын болсақ, She could speak Spanish when she was 15. Could'ты таңдаған себебіміз when she was 15 деп өткен шақты айтып тұрғандықтан біз could модальды етістігін таңдаймыз. John and Phil can play the piano. They are quite good at it too. Джон және Phil пианинода жақсы пианино ойнай алады. Олар өте қабілетті деп аударылады. Сегізінші сөйлемге назар аударатын болсақ, Could I go to the cinema with Aya? Мен Аямен бірге кинотеатрға бара аламын ба деп аударылады. Осымен біздің видео сабағымыз аяқталды. Видео сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса сіздер осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.